Қазақ халқының ырымында айнаны ашық қалдыруға болмайды деген ұғым бар. Бұл ырым тектен-текке айтылмаса керек-ті. Өйткені одан басқа әлеммен байланыс жасалады деген ой бар секілді. Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз кәдімгі айна туралы болмақ. Яғни әрқайсымыздың үйімізде бар айна туралы болмақ. Видео ұнаған болса төменге пікірлеріңізді қалдырып, лүпілдеріңізді аямай басып кетіңіздер. Және тіркелмеген кісілер болса тіркеле кетіңіздер. Ол каналдың ары қарай дамуына септігін тигізеді. Және жаңадан салынған әрбір видеоны бірінші болып көріп отырасыз. Көп әйелдер айна алдында ұзақ отырып, өздеріне қарағанды жақсы көреді. Ал Нью-Йорк институттарының бірінің ғалымдары бұл өмірге қауіпті деп санайды. Бұл ғалымдар жоғары сезгіш магнит-толқынды детектордың көмегімен айнаның адам организміне әсерін 15 жыл бойы зерттеген. Бұл зерттеулер бойынша айнаның алдында ұзақ отырып, өзінің көзіне қарап отырған адамда біраз уақыттан соң бір шаршағыштық байқалып, тіпті жадының нашарлауы да болған. Жоғарыда айтылған детектордың көмегімен эксперимент жүргізушілер айналардың адам энергиясын өзіне қарай жұтып, энергетикалық вампир болатынын дәлелдеген. Энергияны алу бірден басталмайды екен. Адам айнаға қарап отырғанда 3 минуттан соң оның энергиясын айна өзіне жұта бастайды. Сондықтан көбіне айнаның құрбандары өздерін-өздері айна арқылы қарауды жақсы көретіндер болады. Осы зерттеулердің нәтижесінде айнаның денсаулыққа кері әсерінен басқа тағы да бір маңызды жаңалық ашты. Айнаға көп қарайтындар тез қартаяды екен. Сондықтан құрметті әйелдер, егер сіз бетіңізде жаңа бір әжімді байқап қалсаңыз, ойланып көріңізші, мүмкін сіз айнаға көп қарайтын шығарсыз. Мүмкін бұл сіздің жастығыңыздың вампирі шығар. Үлкендер түнге қарай айнаның бетін жауып жүруді тапсыратын. Шындығында кейбірде сол айнаға қатысты тосын жайларды құлағымыз шалып қалатын. Түннің ішінде айнаның ішінен белгісіз адамның сұлбасын көргендер бар. Соның салдарынан кейбір адамдар тілін кәлимаға зорға келтіріп, қатты қорыққаны жасырын емес. Қорыққанға қос көрінеді дегенмен, сол көрініс бірнеше мәрте қайталанғанында құлағымыз талай мәрте шалған еді. Сонымен не керек, айна біз үшін түсініксіз құбылысқа айналды десек те артық емес. Әрине оны зерттеп көрсеңіз, тылсым дүниенің талай сырына назар аударуға болады. Бірақ әзірге осы тақырыпты тереңнен зерттейтін ғалымдар жоқтың қасы. Соның салдарынан бұл жағдайлар әлі күнге дейін түсініксіз сауалға айналып отырғаны тағы бар. Үлкендердің айнаның бетін жауып жүріңдер деген сөзі әрбіріміздің құлағымызда тұрған шығар. Сонымен айна туралы не білеміз? Осы тұрғыда қолдағы мәліметтермен бөлісіп көрелік. Көпшілігіміз айнаның қашан және қалай пайда болғанын біле бермейміз. Білетініміз, жарықтық әжелеріміз кішкентайымыздан құлағымызға құйған: айнаға көп үңілсең, сұлулығыңды тартып алады, сынған айнаға қарама, бақытсыз боласың деген ырым-нанымдар ғана. Күнделікті құралымыздың біріне айналған айнаның біз білмейтін қандай құпия сырлары бар. Айна кез келген үйде қолданатын мүлік. Жалпы үлкендердің айтуынша, айнаны сыйға тартуға немесе бұрын қолданыста болған айнаны сатып алуға болмайды. Өйткені айна қараған жанның энергиясын тартып алып, адамдардың бет бейнесін, айнаның бетіне түскен қимыл-қозғалыстарды компьютер бағдарламасы секілді жадында мықтап сақтап қалады деген түсінік бар. Олай екенін бүгінгі зерттеушілер де дәлелдеп отыр. Сондықтан ескі айна келесі бір басқа жанға кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал тіптен қолданылмаған су жаңа айнаның адамға еш қауіптілігі жоқ деп есептеледі. Айнаның шығу тарихы тым тереңде жатыр. Оны сонау ежелгі Шумер, Үнді және Мысыр елдерінде жасаған. Басында айнаны шыны тәріздес, қаралау түсті обсидиан, қола және күмістен дайындаған екен. Алғашқы шыны айналарды 12 ғасырда Мурано аралына қоныс теуіп, сол жерде жұмыс істеген венециялық шеберлер жасапты. Бірде Муранодағы шыны жасаушылар кішкентай мәрмәрдің бетіне қалайыны жайып тастап, үстіне сынап құяды. Сынап қосылған қалайыдан амальгама деп аталатын қоспа дайын болыпты. Оның үстіне шыны әйнек жабыстырған. Осылайша қарапайым қажеттілікті өтейтін тұрмыстық бұйым осыдан 9 ғасыр бұрын пайда болады. Бірақ венециялықтар өнертапқыштық құпияларын 200 жылдан астам уақыт бойы сақтап, айнаны өзге адамдарға қымбат бағамен сатып табыс тапқан.
Қазіргі таңда айнаны қарапайым қажеттілігінен басқа үйге, кеңселерге, демалыс орындарына көріп беру мақсатында да пайдаланып жатамыз. Алайда айнаның пайдасынан басқа адамзатқа тигізер зиянды жағы да бар көрінеді. Мәселен, орыс халқының нанымы бойынша айнаны ұйықтап жатқан адамға қарама-қарсы қоюға болмайды. Себебі түн ортасында оянып кеткен адам онан өз бейнесін көргенде кенеттен шошынып, бойындағы күш-жігерін жоғалтып алуы мүмкін екен. Ал шығыс елдерінде айнаны әсіресе үйдің кіреберісіне орнатып, оның босағадағы жағымсыз энергияларды бейнелейтініне сенген. Европада көршісінің жаман ойларын, арам пиғылдарын бейнеледі деп айнаны терезенің тұсына қойған. Ал Испанияда тіл көзден сақтау үшін сәби киіміне толтырып айна тіккен. Мұнда жалпы сәбиді 3 жасына дейін айнаға қаратуға болмайды деген қағида сақталған. Өйткені еуропалықтар бала кекештеніп тілі кеш шығуы мүмкін деп сенген. Өз келбетіңді өзіңе көрсететін айнаның сиқыры да өз алдына. Ертеректе жас бойжеткендер сол айнаның көмегімен өмірлік жарын көруге тырысса, болашақты болжап, өмірінің өткенін көре алғандар да болыпты. Емшілер арасында айнамен аурудың бетін қайтарғандар да кездескен. Мысалы, орта ғасырда өмір сүрген Парацелс науқастың айнаға үрлеген демі арқылы аурудың диагнозын дәл қойып, сырқаттарды айна арқылы емдеген. Ол магиялық сиқырдың көмегімен сырқаттың бойына дендеген аурудың жаман энергиясын пациенттің айнадағы бейнесіне ауыстырған деген аңыз бар. Кейде айна екі дүниені жалғастырушы секілді. Оны ғалым Раймонд Моучидің еңбегінен көруге болады. Ол «Өлімнен кейінгі өмір» атты кітабында айнада өлген адамдардың аруақтары пайда болады, алып қашқан әңгімелерінің қаншалықты шындыққа жанасатынын тексеріп көрмекке бел буады. Атақты психиатр айнамен жабдықталған арнайы бөлме дайындап, сонда тәжірибе жасайды. Нәтижесі тіптен таңғаларлық. Өз еріктерімен келген 10 адамның 5-еуі айнадан қайтыс болған туыстарын көріп, олармен байланысқа түсе алған. Мұндай тәжірибені Санкт-Петербургтік танымал психотерапевт Виктор Ветвин де жасаған екен. Бүгінде оның айнамен жабдықталған психоманиум деп аталатын орталығы бар. Ветвиннің орталығында болып, өзгеріп шыққан адамдар болыпты. Соның бірі көлік апатынан қаза болған ұлын қайғырумен депрессияға түскен келіншек. Мен баламды көріп онымен сөйлестім. Оған ол жақта жайлы екен деп қалыпты, өмірге қайта оралыпты. Осыған қарап-ақ айнаның да сыры бар екен ұғуға болады. Алайда онан жөнсіз қорқудың еш қажеті жоқ. Сөз соңында ақша мен айнаға қатысты ырымға келейік. Қаражатыңызды молайтқыңыз келсе, бұған айнаның тигізер көмегі бар екен. Мысалы, айнаның алдына бірнеше кесек ірі купюраларды шашып қойсаңыз, табыс көзі молаятын көрінеді. Дайындаған Айтболат. Қадірлі оқырмандар, мәлімет интернет желісінен алынды. Сіздерге кішкене болса да көмегі тиер, пайдасы тиер деген ниетпен жолдап отырмын. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болыңыздар, және келесі жаңа видеоны жіберіп алмас үшін тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Сізге керек арнасы.